Барыңарға салам. Машинамды тап-таза қылып, красавчик қылып, жуынтып алып, аз жұмыштарыммен шықтым. Барыңыздарға көңілді күн қалаймын. Ауа райы өте соның болып тұрады. Сейілдеуге шықсаңыздар дағы өте соның болады. Анан мен маңайым 5, себебі бүгін мен үшін маңызды адам менен жолығушу. Ай, бисмилля. Ошо, бирок бул Бишкектин жолдору кичине маанайды бузуп койду. Кайырлуу күн. Бүгүн карындасымды Токаны Жанбек агамызга алып келдим. Адодент стоматологиясына. Чисто ошол жердемиз го, мен өзүм да ошол жерден, карындасымды да ошол жерге алып келдим. Күчтө. Күчтө. Сиздер да келиңиздер. Багасы энди айта алмайм. Башка жакта bunday бага жок шығар. Жазып көрсеңіздер сіздер, сосын көресіздер. Машинам іші бишара до такой степени кіріп кеткен. Мойкаға апару керек, қарасаңыздар. Шын мамочки. Енді машинаның ішін кірлетуге көштім. Сол бүгін мойкаға апарам. Бүгін мен шашымды жасатуға барып жатырмын. Шашым андай пористі да жуғаннан кейін объемный болып кетеді, слишком төмен жақтары. Соны кератиновый выпрямление жасай деп тұрмын. Либо ботокс пока көреміз, не жасайтынымызды. Составына қарай шаштың повреждать етпейтін делтіп жасаймыз. Бара жатырмын, не хочу постоянно утюжокпен шашымды күнде убивать етуге, бір рет жасап қойып, рахаттанып жүргім келіп тұр. Солнечная погода, шикарная погода в Алмате. Всем хорошего дня. Қазір мен подругамды күтіп тұрмын. Еще, кстати, мына жерде менде өзіммен керекті жарақты заттарым, шампуньдарыма заказ бергем. Алдында айтып едім ғой. Сол заказдарымды алып алып отырмын. Демрика деген завтракпен кіммен кездесіп отырсаңыздар, Дилямен. Сколько лет мы с ней не виделись, Дилечкамен. Я сразу төмен қарап телефон қарап жатыр ғой. Теріңізде болса, қанша уақыттан бері мен шашымды бұрын наращивать ететінмін ғой. Сол кезде Дилядан наращивать ететінмін. Осы Ақсайда өзінің салоны бар. Бірақ қазір мен шашымды наращивать етпей қалдым, но тем не менее енді шашымды андай пористі төмен жағы. Сол пористыларын кератиновый выпрямление жасаймын деп бағана айттым ғой. Сол Диляға келдім салонына. Волосы наращивает. Шашым деген өсіп кетті. Мен де бұрын кәрі болған кезде өсіріп жүрдім. Қазір шашым өсті, құдайға шүкір. Без повреждения өсті. Бірақ енді бояғаннан кейін все равно кішігірім төмен жағында повреждение бар. Соны түзулейміз, иә? Салон ашықты, оказывается, бұрын цокольный этажда еді, қазір үстінде, қазір көрсететін боламын салонын. Опытный мастерлар келген екен, сонымен қазір шашымды жасаймын, көрсетемін, короче, процесс сіздерге. Нам приятного аппетита. Жұмысың алғанбасың, Диляжан? Уже баласы екіге толып жатыр екен. Уже баласы екіге толып жатыр. Қандай деймін да, уақыт зымыр.